Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер, біліп жүргенге жазыламыз. Биометрический электронный замок деп жазсаңыздар интернетке біздің сайттар шығады. Google болсын, Яндекс болсын. Бағасы арзандары бар, Каспийде. Түрі мынандай. Так. В общем, олар специально аккумуляторы болады, встроенный. Еще көбісі 1 жылға дейін жарамды. Сосын оны еще зарядтауға болады. Түрі мынандай. Жалко, что мен алған жоқпын. Мен вообще ауыстырғым келіп жүр ғой, сол есікке осындай алғым келіп жүр. Сіздерге вообще қызық па бұндай? Так, айтып берем, бұл не деген? Бұл бар ғой, коды бар, опечатка пальцы бар. Мына опечатка пальцы бар. Еще телефонмен ашуға болады. Да, көрдіңіздер ме? Бірінші код, 2 опечатка пальцы, там телефон ашқанда 3 телефонмен ашуға болады, 4 кілтпен ашуға болады, 5 карточка. Енді карточка көбісі наоборот поддержка жасайды. Поддержка жасамайтындар олар қымбат. Кілт поддержка жасалмайтындар бар, бұл нормально. Кілт қараңыздар, кілт ұмытып кеттім деген понятие жоқ. Так, давайте енді кішкене сіздерде мен подписка күтем, лайк күтем. Және сіздер подписаться баспайсыздар, лайк баспайсыздар, ол дейтін маған ақша бермейді достар. Ол подписка, лайк үшін просто рахмет деген сөз ғой ол деген. Ол мен сіздерден ақша да сұрап отқан жоқпын, просто соны баспай кетіп қаласыздар. Обидно, шын айтсам бар, шын етіме дейін обидно. Так, универсальный дейді. Примерно дерево алюминий, черный глянцевый жасалған. Механизм ауыстыруға болады. Точка запирания, ригели, цилиндрический дейді. Жалпы анау ғой. Бана айтқаным кілтпен, мобильныймен, опечатка пальцамен, еще код набор. Код наборы айттым ғой, пароль. Так, металлический болады, деревянный код, барлық есікке болады. Так, вырезной дейді, крепежный количество ручек 1, код на наборный панель бар, количество ключей 2, кодовый карточка бар, кнопка выхода бар, ответная планка бар. Мына қазақшасын айтып берсем ренжімеңіздерші, мен қазақшасын білмеймін, потому что ана мониторын көрдіңіздер ме? Мына қараңыздар, экран күшті, качествосын қараңыздар. Подсветка экраны бар, LCD монитор, цветность монитор, да, бар, подсветка клавиш бар, вандалозащитность бар, установка разных количества объем карт, ключ дейді. 2 карта береді, комбинация дейді. Звуковая дейді. Басқа түрлері бар мұның компаниялар. Макс, электрический биометрический замок. В общем, қараңыздаршы, тупо базарда 7-8 мың ауыстыруға қанша, мынандай кодовыйды ауыстырып алған дұрыс деп ойлаймын. Не айтасыздар? Сіздерге мына видео ұнап жатыр ма? Так, осындай түр. Так, потрясающий дизайн, строго стиль, непроизводительной технической красоты, материал потенциал функции дейді, встроенная задвижка дейді. Бәрін айттым, система сбор, звонок бар. Звонок жасауға болады еще. Мен қазір біліп отырмын, что звонок жасауға болады. Достар, алуға кеңес беремін. Бірақ мындандай бағаға ал деп айтпаймын, қазір тоқтағанбыз біз уже бағасына. Бірақ чем больше қымбат, тем лучше, білесіздер, мықты. Вы можете добавлять большое количество өзгерте аласыздар. Парольді өшіріп тастап, қайтып новыйдан қоюға болады. Так. Голосовой подсказка береді, күшті. Так, отпечатка, карта бар, сенсорный набор, ключ. В общем, күшті. Мен алып көрген жоқпын, және шын өмірде де көріп көрген жоқпын. Мен білесіздер ме, қайдан көрдім? Скриншотта маған түседі ғой. Мен мынандайды, по идее, алғым келіп жүр. Жоқ, мынандай мен вообще ойладым, өмірде бар. Бірақ енді есікпен бірге сатылады. Еще бір мағасы кем дегенде бір 700-800 мың тұрады деп ойлап жүрген ғой, алсаң керек болса. В общем, кілт керек емес болашақта. Отпечатка пальцы болды. Еще код. Ешкім біреудің опечаткасы пальцы, мысалы біреу келіп тұрады, кім? Күлпаш, мен келіп тұр едім үйге, мұнда сен жоқ екенсің, мен саған ескертпей келіп едім. Қазір үйде бол, кіре бер дейді. Қалай кіремін, кілт жоқ қой десе, парольді айтып қоясыз, болды, кодты, күшті. Зарядка аккумуляторы бар, айттым ғой, 1 жылға дейін шыдайды, күшті. Так, мынандай түрлері бар, қымбат түрлері ғой.
сосын бұл видеоны таратып жіберіңіздер, поделитесь вас, вдруг туысқандарыңыз алғысы келетін бар. Так, күшті. Люкс деген бар, силвердің телефонын ашасыздар. Еще айтып жүреді ғой, қазір телефонын ашып жіберемін дейсің, болды. Заман, кешіріңіздер, дейбірсем, менде ол привычка кішкентай кезінен бері. Мынандайлар бар. Бағасына да қарау керек. Мынандай, неше есік сатып алып отыр обычный. Қымбат дейсің ғой, бірақ зато күшті ғой. Так. Еще зарядкасы отырып жатқанда уже оповестить етеді, типа зарядка отырып жатыр, зарядта деп, күшті де. Так, бәріміздің сүйікті Каспийіміз бар. Так, магазинге кірем. Достар, өкінішке орай Каспий недоступен дейді. Шынында недоступен екен. Так, достар, мен Каспийдемін, бірақ бұл сайт түрі. Примерно бірдей фильтр таңдасаңыз, наоборот, телефон түрінде күшті приложение. Міне мынандай бар. Бесплатно алып кетуге болады ғой Каспийден. Первоначально төлемейсіз. 12 ай деген ол уже 5%. Так, осындайларға да бар, күшті. Зато үйіңізде ұры түседі, анау деп қорықпайсыздар, күшті безопасность. Мысалы, бұл бар ғой, қай жерде айтайын ба, міне строительство ремонтқа кіресіз, Каспий магазинге кіресіз, строительство ремонтқа кіресіз, сосын система безопасностьқа кіресіз, система контроля управления доступқа кіресіз, электронный замки или электронный замки деп поиске жазыңыз, болды. Так, мынау электронный тоже, барлық есікке барады, картасы бар, сигнализациясы бар, еще встроенный. Су, дым ештемеге батпайды, водонепроницаемый, жаңбыр жапқаннан қарамайды. В общем, звуковой сигналы бар еще. Так. Мына компаниялар сатады. Конечно, бұл 2023 жылы 29 наурызда түсіріп отырмын. Отзывтар жақсы, сделаны качество. Мен мынаны рекомендовать етем демеймін, просто осы түсіп отыр, удобный замок, хороший продавец дейді, қалай уже продавец мақтап отыр, типа көмектесті, мына деген сияқты. Открытие замка бана, парольмен, кодпен, картамен, смартфонмен ашуға болады. Отпечаток пальца жоқ мына бағасы да қолжетімді сияқты менше. Қалай ойлайсыздар? Біліп жүремге жазылып, лайк басасыздар ма? Так, болды. Не айтам басқа? Басқа дым айтпаймын, біліп жүремге жазылып, осы видеоға лайк басып, мен қатты қуанамын. Оқыдым, болашақта енді мен алам ба деген сұрақ туындаса, алам, даже 100% өте керемет, оған дейін бағасы түсетін бар, потому что, видите, бұл баяғы принтер сияқты ғой, сканер. Принтер-сканер басында удай болды. Телефон шықты ма 2001 жылдары, 2001-де болған жоқ. Удай болды кәдімгі. Қазір телефон копейка, принтер вообще. Есімде болған сол, айта берсең көп қой. Бірінші білесіз, любой зат шығама удай болады бағасы. Электросамокат басында дейтін есімде өте қымбат болды, қазір вообще